Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен түрік халқының тағамы мерчимек дайындайтын боламыз, яғни қызыл чечевицадан дайындалатын сорпа. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді және лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен түбі қалың осындай ыдысымызды алып, пиязымызды майдалап турап қуырып аламыз. Пиязымыз әбден қуырылғанын күтіп, үстіне тағы да майдалап туралған сәбізімізді қосамыз. Тағы да жақсылап барлығын араластырып қуырып аламыз. Сәбізіміз бен пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне картопты майдалап турап қосамыз. Бірақ картоп қосу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады, я қоспасаңыз болады. Жақсылап араластырып аламыз барлығын. Кейін үстіне бір ас қасық томат пастасын қосамыз. Жақсылап барлығын тағы да араластырамыз. Кейін жақсылап жуылған осылай қызыл чечевицамызды салып, тағы да көкөністеріміз қуырылған майға араластырып 1-2 минут қуырамыз. Кейін үстіне міндетті түрде салқын су құямыз. Ыссы су құюға болмайды. Осылай салқын суды құйып, қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Сорпамыз әбден қайнағаннан кейін оттан түсіріп аламыз. Және осындай қол блендерімен, міндетті түрде қол блендерімен майдалап блендерлеп аламыз барлығын. Крем суп сияқты болып шығады, өте дәмді болып шығады. Кейін блендерлеп болғаннан кейін дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып, араластырып дәмін көреміз. Блендерлеп болғаннан кейін тағы да 5 минутқа отқа қоямыз. Яғни тағы бір қайнатып аламыз. Қайнаған кезде осылай бетіне көпірігі шығады. Кейін бұл көпірік өзі кетіп қалады. Бұл сорпа өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайын болған сорпамызға лимон шырынын тамызып, дастарханға ұсынамыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыз.